Так, кабинеттеріңіз құтты болсын. Ал жаңа сайбарсыздар. Қыздар жаңа командаластар. Келіңдер. Жүрдің отыр. Сен кабинетің бар. Ал, енді қатында жұмыс жасау керек. Үйрену керек. Бірге үйрену керек. Өздерін дамытуларын керек. Жаңа тренд дейді ғой былайша айтқанда. Жаңа бір әдемі дүниелерді алып келу керек біздің Түркістанның. Шет елдердегі мына жас блогерлердің, шет елдердегі осындай жас кино түсірушілер, видео түсірушілердің тәжірибелерін көру керек. Оларды қайталау керек деген сөз емес, олардан асыру керек. Сондықтан осы Айбарысқа және Айбарыстың осы достарына, әріптестеріне сәттілік тілеймін. Бастама берекелі болсын, үлкен жетістіктер алып келсін, орталарын көбейе берсін, қастарында жаңағы осы салаға қызығушылық білдірген азаматтар келсін. Осындай кішкентай дүниелер біздің қазақ жастарының арасынан, біздің Қазақстан жастарының арасынан болашақта Голливудты бағындыратын, әлемнің үлкен киноиндустриялық орталықтарын бағындыратын азаматтардың шығуына кішкентай болса да септігін тигізсін осы тілектестік білдіремін сіздерге. Кабинетті жақсылап пайдаланыңдар. Сол мен бар айтқым келетін. Іске сәт, олай болса. Айбарысымызға құтты болсын. Кейіптерді бағындыра беріңдер. Кабинетті жоқ, арендаға алған жоқ. Бізге кабинетті осы жастар орталығы, Түркістан облыстық жастар орталығы, қаламыздағы ең заманауи жастардың позитивті бір әдемі ғимаратының бірі. Осы жерден бізге 3-ші қабатынан, акт залының артынан медиа-центр кабинеті бізге бұйырды. Бұл медиа орталықты ашуымызға ең алдымен біздің жасаған жұмыстарымыз, осы өзіміздің еңбектеріміз жетеледі. Бастысы ол емес, бастысы біздің осы жұмысқа деген мотивациямыз, шексіз осы үлкен бір шыңдарды, белестерді бағындыруға осы жұмыс жасағымыз келгені бізді осы үлкен медиа орталықты ашуымызға бастау алды. Бұл кабинеттің қабырғасы, жалпы ішіндегі барлық несі осы жастар орталығының бәрін салынған кезде осы ғимараттың өзінікі. Біз тек қана ішін безендірдік, өзіміз қолымыздан осындай заттарды шығарып, осында немен жабыстырып, өзіміздің логотипіміз тұр, мінекей АС медиамыз, және әртүрлі осы жетістіктерге жетелейтін неміз, осы кабинетті безендіруіміз барлығын өз қолымызбен істедік. Мына видеодан көрсеңіздер болады қазір. Алға қойған мақсаттарымыз әрине көп, олардың барлығын біз бірдей айта бермейміз. Бірақ енді басты мақсатымыз осы ашылған, Құдайға шүкір ашылған кабинет бізде отырып, үлкен бір туындылар жасап, көрерменнің көңілінен шығатын, сіздерге арнап, әртүрлі бір жақсы дүниелер жасасақ, дайындасақ, біздің осы ойымыз, басты мақсатымыз. Мен өзім негізі өте арманшыл адаммын.
арманым көп. Барлығын бірде айта беру мүмкін емес. Бірақ шүкір осы армандарыма жаймен деп қол жеткізіп келе жатырмын. Басты арманым осы ел арасында абыройлы болу, тарихта атымды қалдыру дегендей осы нәрселер. Көбісінің сұрауы осы біздің арнамыз, жалпы медиамыз неге мына жерде өзіңіз көріп тұрғандай a.s.media деген. Көп адам бізге келеді да ас-медиа дейді. Неге ас-медиа? Ас-медиа емес. Бұл міне ағылшын тілінен өздеріңіз қарағанда бұл AS деген әріптер арасында точкалар бар. Айбарыс Сайфулла медиа деп аталады. AS деп аталады біздің медиамыз. Оқылуы да несі де өзі ұйқасып солай ғана оқылу керек. Не бойынша AS медиа деп осылай аталады енді біздің медиамыз. 2018 жылдан бастап жалпы біз осы мектепшілік құрылғандық, AS Айбарыс студио. Және Түркістанға келгеннен бастап мен өзім бір өзгеше бір нәрсе құрғым келді. Тек қана студия, онымен шетел шығарудың қажеті жоқ. Айбарыс студия жалпы қазір бізде 2020 жылдан бастап жұмыс тоқтап қалған болатын. Бірақ бұл жабылған жоқ әлі. Біз жаппайтын болдық. Жұмысын жалғастырады әлі де. Осы жерде тұрған қаншама аппараттың, осы түсірілімнің барлығына Айбарыс студия жауап береді. Ал AS медиа бұл үлкен осы медиа орталық. Соның ішінде әртүрлі туындылар дайындалады. Үлкен жаңа мақсаттар, жетістіктер, армандар, жаңағы барлығы осы жерде құралады. Жастардың осы біріккен ұйымы, жаңа медиа орталығы бұл жер. Я, олай болса, видеоны көргендеріңе рахмет. Ондай болса, біз әуетке шығайық. Бұл жөн не уақыт болып қалыпты. Свет өшіріңдер, аппарат жинаңдар, көрермендерге сау болыңдар.